Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен шоколадты бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бисквит өте дәмді, нәзік әрі үлпілдек болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай нәзік бисквитті бірге дайындайтын боламыз. Мен 2 бисквит дайындайтын боламын. Оның бірінші бисквитіне қажетті ингредиенттер: 4 жұмыртқа, қант, ұн және де какао. Нақты ингредиенттердің құрамын видеоның астынан описаниедан таба аласыздар. Мен S1 категориясындағы жұмыртқаларды қолдандым және оларды бір ыдысқа жарып алып, үстіне кішкенеден қантты қосып отырып, миксерлеп, жұмыртқаларымыз 2 есе үлкейіп, осындай аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Енді бисквитімізді араластыру үшін осындай венчик немесе силиконды күрекшемен араластырыңыздар. Қасықпен араластыруға болмайды, себебі бисквитіміз отырып кетуі мүмкін. Ақырындап жанынан бастап, астынан жоғарға қарай көтеріп араластырамыз. Осылай міндетті түрде араластырыңыздар, себебі бисквитіміз түсіп кетуі мүмкін. Егер сіздерде силиконовый лопатка болмаса, ағаш қасықпен араластырсаңыздар болады. Міне қараңыздар, жұмыртқамыздың консистенциясы осындай болу керек. Осылай лопаткадан ағызған кезде жұмыртқамыздың бетінде осылай ізі қалу керек бірнеше секунд. Және де тағы бір айта кетерім, көп ұзақ уақыт араластыруға болмайды. Жай қана ыдыстың жанында тұрған жұмыртқаларды жинап алсаңыздар болады. Енді ұнымыз бен какаоға разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып алыңыздар. Және де жұмыртқамызға қосардың алдында міндетті түрде ситыны қолданамыз. Осылай ситыға 1-2 қасықтан жайлап, ақырындап ұнымызды сала отырып, астынан жоғарға қарай көтеріп араластырамыз. Ситыны міндетті түрде қолданыңыздар, себебі сит арқылы біздің ұнымыз өте воздушный болып түседі жұмыртқамызға. Сол арқылы біздің жұмыртқаларымыз отырып кетпейді. Жұмыртқаларымыз отырып кеткен жағдайда бисквитіміз воздушный болмайды және де биіктігі жоғары болып көтерілмей қалады. Ұнымызды да өте аз-аздан қоспаңыздар, бірнеше бөлікке бөліп, сол бөлік бойынша қосып салып отырыңыздар, себебі ұнымызды өте аз салатын болсаңыздар, ұзақ уақыт араластыратын боласыздар, ал бисквитімізді ұзақ уақыт араластыруға болмайды. Сондықтан да тез араластырып, бірақ нақты жақсылап араластыру қажет. Енді пергамент қағазы төселінген противнімізге қамырымызды құямыз және де 170 градуста қызып тұрған духовкаға саламыз. Духовканың есігін алғашқы 25 минут ашуға болмайды. Егер ашып қалатын болсаңыздар, бисквитіміз отырып кетеді. Және де бисквитіміз 40 минут пен 50 минуттың арасында піседі. Бисквитіміз толықтай суығанша формадан алуға болмайды, сондықтан толығымен суығаннан кейін ғана барып, осылай пышақпен жан-жағын босатып, формадан босатамыз. Міне мен екінші бисквитімді жасап жатырмын. Сіздерге көрсету үшін осылай венчикпен араластырған болатынмын. Міне қараңыздар. Венчикпен де жақсы араласады. Міне қараңыздар, пергамент қағазы өте оңай алынып жатыр. Және де біздің бисквитіміздің биіктігі 4-5 сантиметрдей болып шығады. Енді піскен бисквитімізді пищевая пленкаға орап, 8 сағатқа холодильникке салып қоюымыз қажет. Міне мынау менің пісірген екінші бисквитім. Оны да пищевая пленкаға орап, 8 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне менде бисквитім холодильникте 8 сағат тұрды. 8 сағат өткеннен кейін оны коржиктарға бөліп кесе беруімізге болады. Егерде бисквитті ровно етіп кесе алмайтын болсаңыздар, міне видеода көрсетілгенде жан-жағын кішкене пышақпен кесіп аламыз және де жіпті қолданамыз. Жіпті бисквиттің жан-жағына айналдырып аламыз және де жіптің ең соңғы жағын қарама-қарсы жаққа тартамыз. Сол кезде жіп өзі бисквиттің ортасын кесіп шығады. Менің келесі видеомда осы корждан, бисквиттен бірге торт жасайтын боламыз. Сондықтан да менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып,
Подписаться сөзінің қасындағы колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларымды ең бірінші болып көре аласыздар.